Сәлем достар, бүгін мен бір жұмыртқадан тез жасалатын осындай өте дәмді сүтті коржикті жасадым. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен бір жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Миксердің қажеті жоқ, қарапайым венчиктің көмегімен немесе тіпті қасықпен араластырсаңыз да болады. Осылай барлығы жақсылап араласып болған соң, бөлме температурасындағы тұрған немесе осылай сәл ерітіліп алған сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Бізді массамыздың барлығы араласып болған соң, енді тоңазытқыштан алынған сүтімізді құямыз. Бұл коржиктің маған қатты ұнайтыны артық ештеңесі жоқ және де өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Енді алдын ала мен қопсытқышты ұнға салдым. Видеода көріп тұрғаныңыздағыдай мен ұнның барлығын салып жіберген жоқпын. Жарты ғана бөлігін алдым да 100 грамдайын алып қойдым. Енді оның қасықтың көмегімен осылай барлығын басын біріктіріп араластырамыз. Мінеке біздің массамыз осылай қоюланып бастағаннан кейін енді қалған ұнымызды салып, қолмен жұп-жұмсақ болып шығатын қамырды илейтін боламыз. Бұл корждарымыз бізде өте жұмсақ болып келеді, сол себепті ұнды көп мөлшерде салудың қажеті жоқ. Ұн біздің қолымызға сәл жабысып тұру керек. Ұнымыздың барлығы араласып болған соң, мінеке видеода осындай бізде қолға сәл жабысатын тесто пайда болу керек. Енді оны пакетке салып 30 минутқа тоңазытқышқа алып қоямыз. 30 минут өтті, енді жақсылап ұнымызды сеуіп, екі жағынан илеп шығамыз. Елеген кезде қыздар ескере кететін бір жайт, қатты жұқа қылмаймыз. Өйткені қатты жұқа болатын болса, біздің корждарымыз жұмсақ болмай, керісінше қаттырақ болып шығады. Корждарыңыздың пішінін өзіңіздің қалауынша жасасаңыз болады. Әрине мен корж болған соң, оны дөңгелек етіп жасауды жөн көрдім. Мінеке енді оны пергамент төселген қағазға осылай әдемілетіп формалардың барлығына қойып шығамыз. Біздің корждарымыздың қалыңдығы мінеке осындай болу керек. Енді алдын ала қыздырылған пеште 170 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Бір жұмыртқадан және де миксерсіз жасалатын мінеке біздің сүтті коржиктарымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.